Жалпы бүгінгі күнде елімізде 4049 коронавируспен ауырған азамат тіркелінді. Өткен тәулік бойынша 129, өткен тәулік бойынша өсім деңгейі 3,3% құрады. Жаңа науқастардың арасындағы 84, яғни 65% олар профилактикалық скринингтің негізінде табылған. 36 науқас медициналық көмекке жүгінген және 9 науқас шет елден келген. Ең жоғары деңгей Алматы қаласында 33 науқас және Батыс Қазақстан облысында 20 науқас. Ең үлкен өсім 13,8% Маңғыстау облысында. Кешегі күнде 2 науқас қайтыс болды, жалпы 29 науқас қайтыс болды. 1173 науқас емделіп шығарылды. Қазір күнде 2847 науқас емделуде. Өткен тәулік бойынша еліміз бойынша 13550 тест өткізілді. Жалпы оның 4,5 мыңы скрининг мақсатымен баяндама аяқталды. Рахмет. Жақсы, байқап отырғанымыздай, елімізде коронавирус таралуына қатысты жағдай тұрақталып келеді. Осы үрдісті сақтау керек бізге. Бұл карантиндік шараларды одан әрі жеңілдетуге мүмкіндік жасайды.